достар, назарларыңызда Астананы жағалайық жобасы. Бүгінгі шығарылымда біз елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың орталығы жайлы айтатын боламыз. Назарбаев орталығы көп функционалды ғылыми талдамалық және гуманитарлық ағартушылық мемлекет мекемесі. Бұл ғимарат күллі әлемге танымал архитектор Норман Фостердің туындысы болып келеді. Орталықтар әлемнің көптеген қалаларында салынып жатады. Мысалға, ақш президенттері кітапханалар, орталықтар ашып жатады. Бұл орталықта тәуелсіздігіміздің тарихы, әлемдік экономика мен саясат жөнінде көптеген зерттеулер жүргізілетін болады. Жастар отандық тарих саласында жаңаша білім алатын болады және де тілдерді үйренетін болады. Назарбаев орталығында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыздың қоры және де кітапханасы орналасқан. Ғимарат биікті шұрған көз жанардың пішіні тәріздес. Және де бір айта кететін жайт, бұл ғимарат мемлекет қаржысына емес, жеке кәсіпкерлердің қаражатына салынған. Бұл көп функционалды ғимараттың аумағы 28 000 шаршы метрден астам. Және де 9 қабаттан тұрады. Кітапхананың жалпы қоры 460 000 бірлікті сақтауға есептелген, оның 200 000-ы жабық қор болып саналады. Кітапхана қоры 20 000 еңбекті қамтиды және де бұл мекеме президентке сыйға тартылған экспонаттарды жинақтаумен де айналысады.
күні мемлекет басшыларының және олардың ресми өкілдерінің сыйлықтарын, өнер туындылары мен тарихи жәдігерліктерді қосқанда Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке коллекциясынан алынған 500 экспонат бар. Мемлекет басшыларының мұндай орталықтары, кітапханалары мен қорлары әлемдік тәжірибеде Францияда, ақш-та, Түркияда және де басқа елдерде де бар. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасында көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Жалпы кітапхананың тарихы туралы айтып өтетін болсам, 2013 жылы британдық сәулетші Норман Фостердің жобасы бойынша жүзеге асқан. Жалпы аумағы 30.000 шаршы метр, 9 қабаттан тұрады. Біз сіздермен бірінші қабат атриумда тұрмыз. Атриумның ерекшелігі 500 адамдық сыйымдылығы бар, елбасының қатысуымен түрлі мемлекеттік дәрежедегі іс-шаралар өтеді. Екінші қабат интерактивтік білім беру орталығы орналасқан. Үшінші қабатта елбасының жеке кітапханасы бар. Жетінші қабатқа дейін қызметкерлердің жұмыс жасайтын жұмыс орны, және 8 пен 9 қабатта елбасының жеке резиденциясы көрсетілген. Қазір біз сіздермен екінші қабатта экскурсиямызды жалғастырамыз. Құрметті қонақтар, біз сіздермен елбасы кітапханасының екінші қабатында тұрмыз. Екінші қабатымызды біз президент экспозициясынан бастаймыз. Президент экспозициясының басты ерекшелігі бұл елбасының фотосуреттері, қызмет хроникасы, сонымен қатар жеке қолданыстағы заттары да көрсетілген, және ордендер топтамасы. Ордендер топтамасы барлығы әртүрлі жылдар бойынша, хронология бойынша орын тапқан. Ал біз ең бірінші қазір елбасының жалпы туған өлкесімен танысу үшін фотосуреттер галереясына шақырамыз. Елбасының жанына жақын адамдар көрсетілген бұл жерде. Ата-анасы, анасы Әлжан, әкесі Әбіш, отбасында 4 бала тәрбиеленген. Ең бірінші ұстазы Такура Исмаилова, сонымен қатар мектеп бітіру виньеткасы, күрес, бокс секциясына қатысқан фотосуреттері, ең жақын досы Николай Литошко, ең бірінші еңбек жолы. Ал енді интерактивтік фотоальбомның ерекшелігі, екі фотоальбом электронды түрде енген болатын. Біріншісі балалықтан даналыққа, екіншісі ұлы дала перзенті деп аталады. Балалықтан даналыққа фотоальбомның жалпы ашып қарайтын болсақ, бұл жерде жалпы енді суретке жан беру тәсілі арқылы арнайы жүзеге асқан барлық фотосуреттер көрсетіледі. Ата-анасы, бұл жерде отбасымен түскен фотосуреттері, мысалы әрбір бетті басу арқылы сіздер елбасының осы өмір жолын, еңбек жолын көре аласыздар. Достарымен түскен көптеген фотосуреттері бар, мектептік шағы сыныптастарымен, және Украинадан оқудан оралғаннан кейінгі түскен фотосуреттері сіздердің назарларыңызға ұсынылған. Өте жас, сондай балғын шағы көрсетілген елбасының. Ең бірінші еңбек жолы, Алматы, Теміртау қаласындағы түскен фотосуреттері. Өте сондай жылы фотосуреттер, әрқайсысы белгілі бір тарихтан сыр шертеді. Ең бірінші еңбек жолы, әрине президенттікке сайланбастан бұрын қаншама қызмет атқарды. Соның бірі кеңес үкіметі кезінде министрлер кеңесінің төрағасы болған сәті. Жары Саралбысқызы Назарбаева бұл жерде 20 жастағы фотосуретті көрсетілген. Дінмұхамед Қонаев атамыздың Қарағанды металлургиялық комбинатына келіп сәті. Басқа да фотосуреттерге назар аударатын болсаңыздар, жалпы әртүрлі
жұмыс кезіндегі жұмыс сәттері, соның ішінде мысалы ұшақтың ішінде түскен фотосуреттері де көрсетіледі. Елбасының жарымен серуендеген сәті, қыздары, немерелері, ең бірінші ант қабылдау сәті. Жалпы бірінші фотоальбомның ерекшелігі осы. Екінші, ұлы дала перзентінде жалпы бейне мұрағаттар, бейне архив өте ерекше формада жасалған. Яғни бұл жерде ең бірінші ант қабылдау сәтін көре аласыздар. Бұл жерде елбасының арнайы сөйлеген сөзі барлығы енген. Сонымен қатар 1990 жылдардан кейінгі бүгінгі таңға дейін еңбек жолы осы екі фотоальбомде жарық көреді. Қызмет хроникасы сіздердің назарларыңызда. Жалпы ерекшелігі 1990 мен 2016 жылғы 26 жылдық еңбек жолы көрсетілген. Әр жылдары қарасаңыздар, міне даталары арнайы жазылған. Мысалы, бізге келген әрбір қонақ өзіне қажетті жылды алып қарай алады. Мысалы, 2006 жыл. 2006 жылғы сол жақтағы бөлікті қарайтын болсақ, 1 қаңтар айынан бастап көрсетілген. Жандағы тетікті басу арқылы әрбір 12 айдың барлығын қарауға болады. Фотоархив. Үлкен екран арқылы елбасының 2006 жылы қаңтар айында атқарған қызметін қарай алады. Және 2006 жылғы тарихи оқиға бұл елбасының 3-ші рет президенттікке сайлануы. Жалпы сіздерге түсінікті болса, әрбір мысалы бізге келген көрермен осы қызмет хроникасындағы жылдарды таңдау арқылы өзіне қажетті жылды алып қарап, елбасының атқарған қызметін көре алады. Сонымен қатар костюмдер коллекциясы. Бірінші костюмы жеке қолданыстан елбасының, төсбелгі елбасы төсбелгісі деп аталады. Бұл Қазақстан Республикасы Сенат парламентінің атынан арнайы табыс етілген, әрине бағалы тастармен әшекейленген. Бұл сыйлық тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына. Және екінші костюмдер коллекциясы. Бұл костюмның сақталуына 18 жыл болды. Яғни 1999 жылы елбасымыздың 2-ші рет президенттікке сайлану кезіндегі өзінің киген жеке қолданысынан киімі көрсетілген. Және айырым белгісі. Бұл президенттікке сайлану кезінде, яғни ұлықтау сәтінде арнайы тағылатын белгі болып табылады. Президенттік атрибуттар көрсетілген, сыйлықтар, сонымен қатар шахмат. Жалпы енді елбасымыздың ерекше қыры, бұл кісі шахмат ойнағанды өте жақсы көреді. Нұрсұлтан Әбішұлының сөзі бар: мемлекетті басқаратын әрбір адам шахмат ойнауы тиіс дейді. Яғни адамның стратегиялық ой-өрісін жетілдіру мақсатында қолданылған. Бұл жерде алтын мен күмістен жасалған шахмат қазақтың батырлары, билері, хандары көрсетілген. Оника дискілі телефоны. Бұл да елбасының жеке қолданысынан. Оникс табиғи тастан жасалған, әрине. Енді бұрынғы кездерде өздеріңіз білесіздер, осындай телефондарды қолданған. Қазір біз техникамыздың дамуына байланысты әртүрлі ұялы телефондарды қолданып жүрміз. Бірақ бұның ерекшелігі осы күнге дейін жұмыс жасайды. Триптих өмірінің 3 бөлігін көрсетеді. Елбасының бұл жерде жастық шағы, кемелдену кезі және президенттікке сайлану сәтінен фотосуреттер. 3D голограмма жағынан да көрсетіледі, 4-ші астынан да қарай аламыз. Бұл енді қазіргі осындай жаһандық технологияның дамуына байланысты арнайы жасалған. Бұл жерде елбасының наградалары. Яғни, мысалы, Италия елінің наградасын алып қарайтын болсақ, награданың мәртебесі көрсетілген. Қысқаша тарихы, сипаттамасы, салмағы қанша, тағылу тәртібі, көлемі барлығы және құжаты. Бұл Италия Республикасының президенті Оскар Луиджи Скальфаро 1997 жылы үлкен лентамен безендірілген үлкен крестің иегері ордені мен елбасыны марапаттаған болатын. Жалпы 40 елдің атынан бүгінгі таңда 44 ордені бар президентіміздің. Соның электронды түрі осы 3D голограммаға енгізілген. Және де ең қызықтысы, елбасы кітапханасында осы ордендердің түп нұсқасы да көрсетілген. Елбасының әлемдік рейтингтегі орнын көрсетеді. Елбасының ең жоғарғы марапаттары көрсетілген. Бұл марапаттар хронология бойынша арнайы барлығы қойылған. Ең бірінші орденін 1997 жылы кеудесіне таққан болатын. Бұл Италия Республикасының президентінің наградтаған ордені.
екі елдің арасындағы әлеуметтік экономикалық қарым-қатынас нәтижесінде. Орден 3 бөліктен тұрады. Жұлдызшасы, алқасы және лентасы тағады. Украина елінің ордені және Өзбекстан елінің президент наградтаған бірінші орден бұл бүйік хизмәтләр үшін, зор еңбегі үшін. Бұны жалпы Өзбекстан Республикасының тұңғыш президенті Ислам Каримов мырза наградтаған және қазіргі президенті Шавкат Мирзиёевтің атынан наградталған екінші орденде көрсетіледі. Ресей елінің ордені әулие апостол Андрей Первозванный ордені. Жалпы енді бұл орденнің ерекшелігі бірінші Петр жарлығымен бекітілген болатын, бүгінгі таңға дейін беріліп келеді. Сонымен қатар екі елдің арасындағы әлеуметтік, экономикалық, достық қарым-қатынас нәтижесінде елбасымыз 3-ші адам болып наградталды. Біріншісі филология ғылымдарының докторы, екіншісі Калашников қару-жарақтар бойынша, үшіншісі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Румыния елі, Тәжікстан және Австрия Республикасының ордендері. Ал енді құрметті қонақтар, біз сіздермен қазір интерактивтік білім беру орталығының алты үстелімен танысамыз. Құрметті қонақтар, елбасы кітапханасының басты ерекшелігі интерактивтік білім беру орталығы орналасқан. Интерактивтік білім беру орталығының басты мақсаты елбасының қазіргі кездегі сындарлы саясаттарын оқыту. Яғни 30 елдердің қатарына кіру, 100 нақты қадам, 5 институттық реформа сияқты ішкі сыртқы саясатын оқытатын 6 идеяға бөлінген. Бұл елбасының идеясымен қалыптасқан. Жалпы біріншісі Қазақстан патриоты, сөз құдіреті Евразия жүрегінде. Әр үстелдің өзінің мағынасы бар, ал жәдігерлер осы идеяны ашу мақсатында жүзеге асқан болады. Сонымен қатар ордендер топтамасы сіздердің назарларыңызда көрсетілген. Елбасының ең жақын, өзінің жүрегіне жақын ордендерінің бірі Ұлы Бадыр алқасы. Ұлы Бадыр алқасы бұл Сауд Арабиясының королі Фойсал бен Абдул-Азиз ас-Сауд Ұлы Бадыр деген үлкен шайқастың құрметіне. Жалпы ерекшелігі елбасымыз тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы 15 мемлекеттің ішіндегі ең тұңғыш адам осы орденге ие болған. Таза алтыннан жасалған. Жалпы ерекшелігі және ортасында ла илаха илlallah Мұхаммад Расулулла деген Құран кәрімнің сөздері көрсетілген. Құрметті қонақтар, біз елбасы кітапханасының 3-ші қабатында тұрмыз. 3-ші қабатта жеке кітапхана орналасқан. 2014 жылы 13 наурызда елбасының кітаптары мен архивтік құжаттарын бір арнаға тоғыстыру мақсатында құрылған болатын. Кітапханамызда 30 мыңнан астам кітаптар бар. Соның ішінде үй кітапханасы ерекшеленеді. Бұл елбасының үй кітапханасында 3000 кітап қойылған. Яғни 1960 жылдардан бастап Нұрсұлтан Әбішұлы өзі кітап жинаған. Жалпы 17, 18, 20 ғасырдың кітаптары бар. Әртүрлі сериялармен қойылған. Және де Нұрсұлтан Әбішұлы өте шығармашыл адам, қолы бос кезінде келіп кітап оқиды, кітап жазады. Осы үй кітапханасы жалпы осымен ерекшеленеді. Сонымен қатар біздің кітапханаға келген әрбір адам жеке елбасы кітапханасының басты символын ойлайды, яғни әртүрлі нәрсеге ұқсатады. Басты ерекшелігі көз. Яғни адамның көзінің қарашығының аспанға ұмтылып тұрған сәтін көрсетеді. Бұл Қазақстанның қарыштап дамуы және оның басты күш-қуаты болып табылады екен. Мысалы қарасаңыздар, ортадағы ою-өрнек үстіге бейне береді. Жалпы әйнектегі көздің ішіндегі қарашықты көріп тұрсыздар ғой, Бұл осындай ой өріспен жасалған. Әйнектердің ерекшелігі қыста да, жазда да белгілі температура ұстайды. Қыста суымайды, жазда ысымайды. Қыс бетінде күннің сәулесін әйнек өзінің бетіне жинау арқылы бүкіл біздің ғимаратымыздағы жылулықты, ауаны, температураның қамтамасыз етуіне өзінің көмек береді. Құрметті қонақтар, біз сіздермен Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық антиядролық қозғалыстың көшбасшысы атты жеке көрмеде тұрмыз. Көрменің басты ерекшелігі Мебиус лентасы арқылы жүзеге асқан. Яғни Қазақстанның антиядролық қозғалысы 180 градусқа бұрылуын көрсетеді. Сонымен қатар хронологиялық жылдардың барлығы әр жылдар жеке бір тарихи сыр шертеді. 1947 жылы Кеңес өкіметі министрлер кеңесінің төрағасымен Қазақстанда, яғни Шығыс Қазақстанда Семей өңірінде Семей сынақ полигоны құрылған болатын. 40 жылға жуық трагедияның ішінде 3 миллионнан астам адам дүние салды. Сонымен қатар жалпы осы ядролық полигонның адам организміне үлкен әсері көрсетіледі бұл жерде. Семей сынақ полигонының фотосуреттер назарларыңызда, сіздерде ұсынылған қарасаңыздар.
өте ауыр фотосуреттер жан жануардың адамның бұл жерде жан болуы, сонымен қатар Тәжік экранында 3 тарихи оқиға көрсетілген: жаратылған әлем, бүлінген әлем және Семейдің қасіреті, Чернобыль мен Фукусима апаттары туралы. Жалпы Семей өңірінде 500-ге жуық ядролық жарылыс болды. Оның үстінде әуеде, жердің астында және жердің үстінде болып көрсетілген. Бұл жалпы осы көрменің басты ерекшелігі бұл жерде қарасаңыздар IT технология арқылы жүзеге асқан барлығы. Мысалы, ядролық жарылыстың дауысын да естуіңізге болады. Сонымен қатар 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жауапкершілікті өзіме аламын және өкілеттілігімді пайдалана отырып, жарлығымен полигонды жабық деп жариялаймын деп, елбасының жарлығымен Семей ядролық сынақ полигоны жабылған болатын. Елбасының жарлықтары көрсетілген, әртүрлі форумдарға қатысуы, сонымен қатар ордендері. Мысалы, сіздердің назарларыңыздағы ең жоғарғы дәрежедегі ордені бұл 2-ші Елизавета ханым, Ұлыбритания ханшайымы Лондондағы Букингем сарайында 2000 жылы ядролық қарусыздануға қосқаны үшін арнайы жоғарғы дәрежедегі орденмен марапатталған болатын. Император Акихитоның атынан Хризантема ордені сіздердің назарларыңызда, және үлкен бұл жердегі өзгерістер көшбасшысы атты бейнефильмді тамашалауыңызға болады. Ядролық сынақтан Қазақстан қалай бас тартты, сол туралы оқиғалардың барлығы назарларыңызда. Және ядролық зарядтардың, радиацияның орын алған жерлері барлығы карта бойынша әртүрлі жылдарда ірі апаттар, қауіпті апаттар, салдары кең апаттар көрсетілген болады. Және ядролық жарылыстардың орын алған жерлері. Бұл жерде Қазақстанда, мысалы Австрияда, Алжирда әртүрлі жылдар назарларыңызға ұсынылған. 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында Семей ядролық сынақ полигоны жабылды. Яғни Қазақстан бүгінгі таңда ядролық қарудан ада, бейбіт, тәуелсіз, егеменді мемлекет болып қалыптасуда. Ғимаратта көшпелілер мен дала төсінде орналасқан қалалардың сан ғасырлық тарихында қалыптасқан қазақ халқының философиясын танытатын мәңгілік ел галереясы орналасқан. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті орталығы Астана қаласы Әлихан Бөкейханов көшесі 1 мекен-жайы бойынша орналасқан. Егер де сіз бұл жерге келгіңіз келсе, есігі әрдайым ашық. Бұл Астананы жағалайық жобасы. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қожабек. Аман сау болыңыздар.